Кентау қаласы Қазақ-Неміс политехникалық колледжінің медбикесі мен Смаилова Арайлы Мақсұтқызы. Колледж мұғалімдер мен студенттердің назарына елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты, яғни COVID-19 коронавирус індетінің елімізге кең таралуына байланысты 2020 жылдың 16 наурызында карантин жарияланды. Аталған күннен бастап колледжіміз қашықтықтан оқыту технологиясын енгізілді. Барлығымыз өз денсаулығымыз үшін үйде отырып білім алудамыз. Коронавирус індетінен сақтану үшін колледж мұғалімдері мен студенттеріне санитарлық нормаларды қатаң сақтауға шақырамын. Яғни қолды жиі жуу, бетпердені 2-3 сағат көлемінде ауыстыру, антисептикалық заттарды пайдалану, түшкіргенде, жөтелгенде бір реттік орамалды немесе шынтақпен бүркеу, адамдар көп шоғырланатын жерлерден аулақ болу, бөлмелерді жиі желдету, бір адам мен екінші адамның ара қашықтығын сақтау, сыртқа шыққанда, дүкенге, дәріханаға бір реттік перчатканы пайдалану. Құрметті мұғалімдер, студенттер, өз денсаулығымыз өз қолымызда. Үйде болайық, біз біргеміз, біз жеңеміз, аман болыңыздар. Жауған оқтан шықтық құлламай, аштықтан да өттік жыламай, бәйтерек боп биік сұлламай, майыспадық сынбадық. Сынақ себеп емес кейеуге, тек тазалық болса пейілде, қою қара түннен кейінде таң атады нұрланып. Күздеген біз қаған білгенбіз, құламаған елміз мүлдеміз, көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қараң қазақ бері кіргеміз, құламаған елміз мүлдеміз, әлі бізде алар